Қайырлы күн, әсерләң менің тыңдармандары, сан қилы тағдырларды тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркеле отырыңыздар, арнамның дамуына үлес қоссаңыздар. Менің қарындасым. Анам үйге сүп-сүйкімді сәби әкелгенде қатты қуанған едім. Ол баланы ерекше күтсем де қарындасым болғанына өкпелемедім. Қарындасымның есімін қою бақыты маған бұйырды. Нәзікте сүйкімді сәбиге Жібек деп есім бердім. Жібекті әке-шешем ерекше жақсы көретін. Мен үйдің тұңғышы ретінде отбасымызға басқа жанның келуіне біраз үйрене де алмадым. Өйткені бәрі Жібекті айналып толғанатын. Есие келе мен де анамның қолғанатына айналып, Жібекті қарау жауапкершілігіне ие болғаныма қуанатынмын. Алғаш жүргені, былдырлап сөйлегені есімде. Артымнан менің інім деп ертіп жүретінмін. Мен 7-ші сыныпқа аяқ басқанда Жібек 3-ші сыныпта оқитын. Ерке мінезімен бар айтқанын жасатып, ренжісе аузы шүйіртіп кетуші еді. Қақ жара өрге қолаң шашының бәнтегін тастамайтын. Осы сүйкімді бейнесі көз алдыма елестесе, әлі күнге дейін еріксіз жымиямын. Мойнына көк галстугын байлап, қыж-қыж қайнаған мектептің мәдени өмірінің қақ ортасында жүретін, өз оқуды зерек ақылды. Күндегі үйдегі екеуміздің қызметіміз таңертең сиырды өріске жіберу, су тасу, отын жару болатын. Анам қасына алып үй шаруасына үйретейін десе де, ол баланың киімдерін киіп, сол шаруаларды жасауға бейім тұратын. Анам шақырғанда безілдеп менің артыма тығылатын. Шынымды айтам, өзім сабақты орталау оқысам да, жауабы қиын сұрақтардың тауып алып қарындасымнан емтихан алатынмын. Оның көмілжіп жауабын таппай қайылған түрін көріп, өзімді ақылды санап, күнделіктерін тексеретінмін. Таңертең күнделігін әндетіп оятатын анамның дауысы бүгін тіпті ерте естілді. Мен болсам көрпе астына тығылып, сығалап тұрмын. Жандос, Жібек, тұрыңдар. Тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетер деген анашым Жібектің бөлмесіне кетті. Мен әрине Жібектің келіп оятқанын күтіп жатырмын. Ағатай, қоңыр сиыр бізді күтіп алып қалды деп еркелеп, су қолдарын мойныма салып, тілін шығарып мазақтай ұстатпай қашады. Қарындасымның бұл қылығына жұланғандай кейіп танытқанмен, осы әрекетін күнде таңертең күтіп жататынмын. Күндегі әдетім мен қоңыр сиырды өріске ұзатып сап, анамның даярлаған таңғы асын ішіп алып, сабағымызға кеттік. Жібектің сабағы ерте аяқталғаннан мені аулада күтетін, күнде тосатын Жібегім бүгін көрінбейді ғой. Жан-жағыма алақтап қарындасым іздеп бастадым. Жүгіріп мектепке кіріп, мұғалімге жолықтым. Жібек ағамды күтемін деген болатын деп, Айман апай менімен бірге мектеп ауласына жүгіріп шықты. Қарасам, Жібек құрбыларымен келе жатыр екен. Ағатай деп құрбыларынан бөлініп маған қарай жүгірді. Мен оған іштей ашуланып тұрмын. Мұғаліммен жылы қоштасып, Жібекті қолынан ұстап жетектеп келем. Аға, білемін, маған өкпелісіз. Бірдеңе деңізші, енді олай дүкенге рұқсатсыз кетпеймін. Қарындасымды құшақтай алдым. Бұл туралы әкем мен анама айтпаймыз деп уағдаластық. Осылай арада сырғып уақыт өте берді. Бірде тоқ, бірде аш болған біздер бәрібір бақытты едік. Кеш батыста шамның сығарайған жарығымен қарындасымен шахмат ойнаушы еді. Күнде таңертең менің киімдерімді дайырлап, тіпті аяқ киіміме дейін жалтырап сүртіп қоятын Жібегім көз алдымда өсіп келеді. Бұрынғыдай еркелеп тілін шығарып мазақтап, менімен бірге доп тебетін әдеттері тиылған. Көбіне анамның қасынан үйден шықпайды. Мен қарындасының бұлай тез бойжеткеніне көндіге алмай жүрген болармын. Мектеп бітіріп, жұмысқа алаңдап кеттім бе, үйге кеш қайтатын мен есік алдындағы дүкен жанында қарағанда екі адамның құшақтасқан сұлбасын байқап қалдым. Бұл уақытта сағат түнгі 12 соғып тұрған. Қыздың күлгісі Жібекке ұқсайтын секілді. Аяңдап дүкенге жүргенім сол еді, әлгі екеуі тез басып кетіп қалды. Мен үйге келе сала Жібекті іздедім. Ақырын басып ас үйдің жарығын байқап кірсем, апам отыр екен. Апа, неге ұйықтамай отырсыз? Сендер
келмей, маған ұйқы қайда? Сендер, Жібек қайда? Дауысым қатты шығып кеткен болу керек. Апам үндеме дегенде аузымды баса қойды. Тыныш, әкең естіп қояр. Құрбысының туған күніне кеткен, қазір келіп қалар. Апа, кішкентай қызы неге жібересіз? Өзі аса ешқайда шықпайды. Құрбысы өзі келіп өтінген соң. Оның үстіне биыл мектеп бітіргелі отыр. Сабақ, емтихан деп, өзі әрең жүр. Ойы сергісін деп едім. Үндеместен сарт бұрылып, ас үйден асығы шығып бөлмеме кіріп кеттім. Бірақ ұйқы келер емес. Арада 10 минут өткенде есік ашылып біреу кірді. Жібек болу керек. Біраз үнсіздіктен соң үйдің барлық шамы өшті. Ертең демалыс. Демалысқа түске дейін ұйықтаушы едім. Бүгін ерте тұрдым. Бәрі дастархан басына жайғасыпты. Жібек әлденені тасып ас үй мен екі ортада жүр. Дастарханда отыруға асығар емес. Мен болсам әр басқан қадамын аңдып қадалып отырмын. Жібек, келсеңші, шайың суып қалды деді апам. Қасыма келіп жайғасқаны сол еді, қолдары дірілдеп отырғанын сездім. Жанарын тайдырып, шайын асығыс ішті. Сабаққа дайындалуым керек деген күйі күні бойы бөлмесінен шықпады. Менде кешегі тақырыпты қозғамай жабулы қазанды ашпадым. Қарындасым соңғы кездері қатты өзгеріп кетті. Тұйықталып, апаммен менімен сөйлесуді қойды. Мұның бәрі оқуыма байланысты болар деп топшыладық. Себебі бір аптадан соң оқуға түскендерін нәтижесі шықты. Келесі аптада мен үйленем. Үйде қызу дайындық басталды. Кешірек жолдастарымен отыр едім, Жібек келді. Ағалар, не ішесіздер дегенде ұяң байсалды қарындасымның бұл қылығы ерсі көрініп біртүрлі болдым. Маған су әкеліп берші деген Жібек қарындасымды көзіме ішіп жеп қарағандай сезілді. Жібек, тоқта, суды өзім әкеліп берем. Сен апамдарға көмектесе бер дедім. Жібек ауылдағы әкімнің баласы, менің сыныптасым, үйленіп ажырасқан, мінезі ауыр. Өзінен төмендерге менсінбей қарап, ашы суды ұрттайтыны бар. Маған бұл сыныптасым аса ұнамайтын. Мен үйленем дегелі үй жақты төңіректеп шықпай қойды. Бүгін той. Армандаған құсымды қолыма қондырдым. Тойды ауылдағы шағын мейрамханада жасадық. Бәрі биға шыққанда уақытты Жібек көрінбеді. Әрі-бері мойнымды соссам да көзіме ілікпеді. Ішім қылп ете қалды. Асығыс сыртқа шығып Жібекті іздей бастадым. Бір уақытта анандай талдың төбінде құшақтасқан екеуі тұр екен. Ақылымды ашуым жеңіп, қастарына қалай барғанымды сезбей қалдым. Жібек пен Жәнібек, өз көзіме өзім сенбесем. Жібек жүгіре басып мейрамханаға кіріп кетті. Жәнібек екеуміз біраз сөйлестік. Жәнібек, білесің бе, ол менің жалғыз қарындасым, менің жүрегім. Ол сенің тең емес. Білем, сен онымен ойнап жүрсің. Осымен нешінші қызбен жүрегін жарылап жатсырсың. Егер титтей болса мені сыйласаң, қарындасымнан аулақ жүр. Ол әлі бала деп жағасына жармасқан қолдарымды әрең түсірдім. Маған Жібек ұнайды. Оған деген сезімім шынайы. Жұдырықпен бетінен ұрып жібердім. Әңгіме мұнымен біткен жоқ дедім, тойға оралдым. Той көңілді аяқталып, үйге оралдық. Туған туыс тағы да оңаша шай ішіп, мәре-сәре болып жатыр. Ал мен Жібектен көз айырмай отырмын. Айғаным жеңгесінің қасынан шықпай, менен қашқақтап жүрген анық. Той аяғы басылған соң Жібекпен тікелей сөйлесуге батпай, Айғанымды сөзге тарттым. Айғаным, енді сен Жібектің жақынысың, сырласысың. Әпкелік ақылыңды айтып жүргейсің, қадамын шалыс басама деп қорқамын дедім. Жібекті жеңгесі сыртатқысы келіп, өзіне жақын көрсете ашылып ештеңе айтпады. Бір қуантарлығы Жібек семейге оқуға түсті. Бұған әке-шешем аса қуанбаса да мен қуандым. Себебі қызмет бабымен сол қалаға ауысатын болдым. Оның үстіне Жібекті ұмытатын шығар деген үміт пайда болды. Жәнібекті ұмытатын. Көптен күткен күнде жетіп, семейге бірге кетпек болғанда, Айғаным ауырып ауруханаға түсіп қалды. Жібекті анам орналастырып қайтатын болды. Мен іштей қарындасымды уайымдасам да амал жоқ, бара алмайтын болдым. Айғанымның
Ауруы асқынып, ауруханада 3 ай жатты. Осы аралықта Жібекпен күнде хабар алып тұратын едім. Бір күні Жібектің оқу орнынан хат келді. Анам оқыды да бірден жыртып тастады. Ал әкем екеуміз не болғанын білмей аң-таңбыз. Ау Жамал, жайшылық па? Өңің қуарып кетті ғой. Жібек аман ба әйтеуір деген әкем қорқып кетті. Аманшылық отағасы. Жібек аздап ауырып қалыпты. Мен қазір жолға шығуым керек. Мен де барамын деп орнымнан ұшып тұр келдім. Жоқ, сен Айғанымға керексің, үйде қал деген анам әкемді де ертпей жолға жалғыз шықты. Менің жүрегім бір жамандықты сезгендей алабұрт берді. Дереу Жібекке қоңырау шалып едім, телефоны өшіріліп тұр. 2 күн жолда артқа тастап анам Жібекті үйге алып келді. Жібекті көргенде намыстан өртеніп кете жаздадым. Баяғы талдырмаш Жібек, нәзік Жібегім, ибалы қарындасымның жұрнағы да қалмаған, тары құрсағы кеңейіп, іші білініп қалыпты. Аяғы ауыр екен. Ұяттан кірерге тесік таппадым. Әкем ауырып бөлмесінен шықпай қалды. Мән-жайды анықтаған соң іске көшуді ойластырдық. Болар іс болды. Айғайлап жылаған анам біраз басылып сұрақтарын жаудыртты. Баланың әкесі кім? Осы мен нешінші рет сұрап тұрмын, үндемейсің неге? Оны жасыратындай басы алтын ба? Жібегім сол бойы тіс жармай егіліп жылай берді. Анам оны кешірмейтінін айтты. Ертеңіне Айғаным ауруханадан шығып үйге келді. Бірінші рет жеңгесіне Жібек бар сырын айтып егілді. Оқудан шығып қалған. Жібек бөлмесінен шықпады. Айғаным бар сырға қанық болса да, көпке дейін маған да бұл сырда айтпай жүрді. Мен де қоймай біліп алдым. Баланың әкесі Жәнібек екен. Айтпаған себебі жақында Жәнібек үйленді. Осыны естіп Жәнібекпен сөйлеспекші болдым да, бұл ойымнан тез айныдым. Отбасына кесірі тимесінші, ағам ештеңе істемесінші деп Жібектің сөзі тоқтатты. Айғаным Жібектің баласын асырап алатын болып келісті. Аядай ауыл естіп біраз шулады. Қашанғы шуласын, гу-гу өсе гугілдеп барып басылды. Ал мен болсам қарындасымды қорғай алмағаным үшін іштей өзімді кінәлайтынмын. Өзу дәрігер қабылдауына Айғаным жеңгесімен барып жүрді. Босануына 1 ай уақыт қалғанда кенеттен қол толғағы басталып кетті. Үй ішімізбен үдіре көшіп, жедел жәрдем шақыртып, өзі ауырсынып жатса да әке-шешемнен кешірім сұрай берді. Мені ерекше шақырып, қолымды қысқан күйі босатар емес. Ағатай, жанағым, мен бейбақты кешіре алсаң кешір. Бетіңе қара күйе жақтым. Бәрін балалықпен жасадым, деп ағыл-тегіл жылай берді. Қарындасымды қалай жұбатарымды білмей дал болдым. Ауруханаға ауыр жағдайда жеткізілген Жібегім артына өзі секілді сүйкімді қызын тастап, өзі бақилық болды. Аңтарып артында біз қалдық. Жібек өлді дегенде сенбей қабырғаны сабалай бердім. Қарындасымның соңғы қоштасу сөздері әлі құлағымда жаңғырып тұр. Айналайын, қазақтың қара көздері, алданбаңдаршы, өтінем, жүректеріңнің нәзік гүлін ерте үзбеңдерші. Жібектің қызына сағыныш есімін бердік. Сағыныш күндегі бал қылықтарымен тамсандырып өсіп келеді. Мен әкесі санайтын сағынышым Жібектен аумайды. Жібегім өзі кетсе де, бізге жүрегінің бөлшегін тастап кетті. Менің ендігі міндетім әкелік мейіріммен аямай сағынышым шалыс қадам басуына жол бермеу. Жатқан жерің жайлы болсын қарындасым.